Сәлем. О, біздің ауылдық қыз таң қалдырды бәрімізді. Ол туралы айтқан болатын біз. Алғаш келгенде нағыз ақмақтың өзі болатын. Иә. Дана, сен ертең кешке не істейсің? Дастан сені киноға шақырды ма? Кешір, ертең сабаққа дайындалуым керек. Конспектісі үшін қызбен кездесу бір жағынан дұрыс шығар. Немесе барып тұрған топастық. Кім? Кеш жауабын ұрлап, көшірмесін жасаған. Сол күні кешкісін сендер не істедіңдер деп сұрасашы. Мен Мак үшеуміз қалада қыдырдық дейсал. Мұндай жағдайда жазасыз қалдыруға болмайды. Ол әрине әдемі жігіт. Мен дайынмын. Есуастың тап өзі. Көзін жыпылық етіп, мылқау балықтай үндемейді. Ой, шамасына қарамай, кінәні өз мойнына алды тест үшін. Ал біздің құрбымыз Камила оны сабасына түсірді. Құрбымыз мықты. Болашақ жігітім, студенттік президент болуын қалаймын. Макстың кеткені өкінішті ақ, иә? Иә, өкінішті. Иә, өте өкінішті. Тадам! Мама мия. Оппа! Өте әдемі. Маған емес өзіне айт. Жастар, жан достар, арманға жолдастар. Достар. О, модель қыз, шық. 11-ші бөлім. Сәлем. Дана? Сәлеметсіз бе? Ой, сәлем. Сен құлпырып кетіпсің ғой. Енді сондай, Қандай? қалай айтсам екен? Әдемі, көркем, керемет. Достым, айтсаңшы, қошеметің қайда? Қане. Өте әдемі. Маған емес, өзіне айт. Алғаш қадамдарда дүкендер мен сұлулық салондарына бас сұғады екен. Қайдам, не киіндірсе де, қалай боянса да жараспайды екен. Не деп тұрсың? Не деуші едім? Үлдемен бүлдеге орансаң да, ұсқынсыз кейіпті қалай жасырасың? Камиля, айтқыш болсаң бетіме айт. Сонымен, үлдемен бүлдеге оранған кім дедің? Қанша сәнді киінсең де, ауылдың қызы болып қала бересің. Сондықтан да, беті басыңды боясаң да, қанша тыраштансаң да, мінезің, табиғатың өзгермейді. Бірақ сен оны ешқашан түсіне алмайсың. Бірақ мен мынаны білем. Саған қанша көмектессе де, тіпті жанына қалай тартса да, табиғатың солай болғандықтан, дәл осындай өркөкірек мінезіңмен жексұрын болып қала бересің. Камиля, Дана дұрыс айтады. Оның қарапайым болмасы сенен 1000 есе артық екендігін бет әлпетіңе айтып тұр ғой. Аулақ жүріңдер шақ бәрің. Чао. Ей, не қылып тұрмыз? Сенің киімің ауыстыруым керек. Жүр кеттік. Кеттік. Жұмыс одан да көп. Я, Дана, алға. Дана бере тұршы, көмектесейін. Жоқ, бәрі жақсы, өзім істеймін. Көрдің бе, Дана? Қызың көркі шүберек деген. Жігіттер қасымнан шықпай қалды. Неменеге қарайсың? Дананың сұлулығын бағаламайсыңдар деп Дастан екеуіңе баяғыда айттым ғой. Макс, қойшы. Дастанның жаңағы түрін көрсеңдер ғой. Қолда барда алтынның қадірі жоқ. Қолдан шығып кеткен соң, өкіндім ай деп әлі еңірейтін болады. Дастан түгіл мен де есімді жия алмай жүрмін. Алана Камиля, бірдеңе демесе тұра алмайды. Күніне бір рет біреуге тіл тигізбесе, дұрыс ұйықтай алмайтын шығар. Не киіндірсе де, қалай бояндырса да, жараспайды екен деп қояды өзі. Өзіне қарап алмай ма? Менің не ойлағанымды білесіңдер ме? Мен де сайлауға қатысам. Қойш. Шын ба? Қолдаймын. Президент деген халықтың ішінен шығу керек. Сенімдісің бе? Қалай дегенмен 200-де қол жинау керек. Уақыт болса, ертең түске дейін ғана. Жинау керек емес. Бәріміз бірге жинаймыз. Дананың сайлау алды штабын ұйымдастырайық. Мысалы, Макс екеуміз беделін арттыруға жұмыс істейміз.
Онда мен штабты басқаратын болам. Неге сен басқаруың керек? Өйткені сен жауапсыз сайқын мазақсың. Әйтеуір бірдеңені бүлдірмей жүрмейсің. Жарайды онда, өзім-ақ бас тарта салайын. Тізгінді өз қолың ал. Сонымен, неден бастаймыз? Тоқтай тұрыңдар. Осы бөлме туралы Асқармен сөйлескеніміз жөн. Студияға айналдыруға ешкім рұқсат берген жоқ. Ал аспаптар әнемне келіп қалады. Солай ғой, Макс? Ертең келуі керек. Енді қалай дегенмен арамызда болашақ президент бар ғой. Халықпен жұмысты осы мәселеден бастасын. Солай ма? Жақсы, онда Асекеңмен сөйлесейін. Тыңдаңдар қыздар, маған жұмыс күші керек. Сен, Сабила, студенттер ұйымымен жұмыс істеуді қолға аласың. Ал сен, Зарина, университетті бұқаралық ақпарат құралдарымен керемет. Мен енді баспасөз хатшысымын. Сонымен былай, мен таныстыру рәсімін дайындап қойдым. Қазір Дастан келеді. Таныстыру рәсімін қорғаймыз. Дастан біздің клиентіміз бола ма? Жоқ, Дана, әрине Дастан. Дана? Тағым болушы еді. Ой, қыздар. Иә, қалай? Керемет. Иә, кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Бөгет болды ма, деймін, кетіп бара жатырсыз. Жоқ, құлағым сенде. 1,5 апта бұрын менің рейтингілі көрсеткішімнің нәтижесінде студенттік президент лауазымына үміткер бола аласың дегенсіз. Сол шын ба? Иә. Білуімше, үміткерлер өтініш беретін күн бүгін аяқталуы тиіс. Иә, сағат 12-де, яғни 10 минуттан кейін. Білуімше, университет менің атымды өздігінен ұсынады дегенсіз. Соны қалай түсінуге болады? Ол дегеніміз, Дана, егер сен өзің қаласаң, университет сенің атыңа қол жинатқызбай-ақ дауысқа сала салады. Яғни автоматты түрде екінші кезеңге өтесің. Түсінікті. Үміткерлер саны қанша? Дәл қазір 6 қой деймін. Арасында менің курстастарым да бар шығар. Курстастарың Дастан Оразымбетов. Оны неге сұрадың? Мен енді жоғарғы оқу орны президентінің үміткерлері қатарына менің атымды қосу туралы ұсыныстарыңызды қабылдайын деп едім. Әрине, кеш емес шығар. Бірнеше минуттан кейін кеш болар еді. Дана, былай істейік. Міне қағаз, міне қалам. Сен өтініш жаз. Мен қазір комиссияны кідірте тұрайын. Алло? Бұл студенттер сайлау клубы ма? Әй, байқа, сындырып алма. Кірсеңші енді. Қайда қойайын? Мына жаққа. Алина, кел бері қарай. Көмектесші маған. Ал енді аш. Қане? Аппа. Клавиштер. Ала ғой, мынау сенікі. Вау, жап жаңа ғой. Әрине, ескісін береді деп педің? Бұл қымбат зат қой. Жоқ. Қымбат зат мынау. Мәссаған. Дастанның бізбен бірге болмаған өкініштақ. Сонда біздің топ қалай болмақ? Клавиш пен бас. Әншіміз де жоқ. Алина, қапа болмаш. Плейбектен электронды барабанды қосып, нүрекеңе үйретеміз. Бәрібір азбыз. Не болды саған соншама тауың шағылып? Көресің әлі, аспаптардың даусын ести сала, өздері-ақ жетіп келеді. Келші, көмектесші маған. Білмеймін, қалай? Ого. Иә, Не болды? не болды? Кәне айт. Сөйлестім. Егер кешкі 10-нан дайындықты қойып елдің мазасын алмасақ, онда қарсы емес бізде Асқар. Бірақ ана еден жуғыш пен шелекті қоятын орынды өздерің табыңдар деді. Алақай. Тоқта. Сен сонда атыңды ұсыну туралы сөйлескен жоқсың ба?
Осы жаңа ғана мені университет президенттігіне үміткер ретінде тіркеді. О, балақай! Онда не қылып тұрмыз? Кәне, жұмысты бастаймыз. Әне, кеттік ал. Сосын тағы міндетті түрде жергілікті арнадан сұхбат беру керек. Жеткен жетістіктерінде еске түсіру керек. Сен болған топтың бейне баянын телеарнадан көбірек көрсеткен дұрыс. Иә. Сен мені тыңдап тұрсың ба? Құдды бір саған емес, маған керек сияқты бәрі. Негізі солай. Бірақ мұның бәрі маған не үшін керектігін түсінбей отырмын. Керек, әкеңде солай деді. Ол кісінің айтқаны дұрыс. Иә. Не жазулы тұр? Тағы бір үміткер ғой дейм. Міне қызық. Ауылдықтарда сеніменен таласпақшы. Күлкілі нәрсе ғой. Иә, ісім сендермен болсын. Ауылдың қызына жан бітіпті. Қойшы, жаман қыз емес қой. Жаман қыз емес-ақ болсын. Бірақ ондайлар айналамызда толып жатыр. Әрқайсына ақыл айтар шама жоқ. Ал сенімен біз сияқтылар азбыз. Біз сияқтың кім? Көшбасшылар. Жарайт қыздар, бер қараңдар. Сен жақсылап тыңда. Егер ешкім келмей қойса қайтеміз. Камила мені өлер деп мазақтайды. Алаңдамаш сен. Келет, қайда барар дейсің. Ал Камила алдымен өз үміткеріне алаңдап алсын. Сосын бұлай, адамды дамытып заманды оздырып тұрған технология. Ал сендердің ұсақ-түйек қызықтарынан еш нәрсе шықпайды, білем ғой. Шыға, елдің назарын аудартатын шоу керек. Ұғып тұрсың ба? Ой, қазір қайда барсаң да шоудан аяқ алып жүре алмайсың. Жақсы, онда өзің не ұсынасың? Тікұшақты ұшыру керек. Несі бар? Жақсы ой. Не? Естерің дұрыс па? Бәрі күлсін дейсіңдер ме? Көрініс сканерін қосын делік. Жоқ, ұшпай қалу мүмкін. Ал егер шағын қылып жасасам? Айналайын ақыл көй, қойшы болды. Таптым. Қазір бөлмеге барып келейін. Қайтпайды екен. Робот техникадағы сымбатты жігіттің жеке парағын қара. Қызыл жейде киіп жүруші еді ғой, мен саған көрсеткен болатынмын. Фу, зиялы киіп танытқан түрлерін қараш. Ал егер осылай болса ше? Жөнделе бастапсың құрбым. Рахмет. О, мұнаны қара. Камиляның саясаттанудағы құрбысы бар еді ғой. Жазғанын айтам. Қате дегенің өріп жүр. Бастауыш мектептегілерде осылай жазбас. Мұның бәрін несіне қарап отырсың? Сайлаушылардың әр қайсысымен жеке жұмыс істеу керек. 200 қол жинау үшін әркімнің тамырын дөп басуға тиістіміз. О, біздің Макс. Қане? Қап, іліп табатын ештеңе жоқ. Жасырынбақ ойнап жүрмін де. Қараш, мамасы оған, ұлым туған күніңмен деп жазып қойған. Туған күнін неге бізден жасырып жүр екен, а? Мүмкін қателесіп кеткен шығар. Туған анасы қателесет деймісің? Мамасының ұлы неге туған күнін жасырып жүр, а? Ендеше, көңілін біз көтереміз. Оған айтпай кеш ұйымдастырып жіберейік. Бір оқпен 2 қоянды атамыз. Саған жиналған дауысты да сонда атап өтеміз. Енді ол оның жеке шаруасы ғой. Туған күнін тойлауды онша ұната бермейтін шығар. Өйтуге болмайды. Көршіміз бе? Көршіміз. Ендеше, бәріміздің шаруамыз. Мұндайда ол былай дер еді. Коза Ностра, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Перфекто, қыздар. Бұрын бір сөзді бекер айтқан екенмін. Біздің Нұреке нағыз дағыштылан екен. Қысқасы, бәр дайын. Міне қара, кем дегенде 50 дауыс жинауға болады.
Ақылгөй. Қайырлы күн, студент Ибраев. Қайырлы? Қаржы және несие пәнінен үлгерімің нашар екен. Нашар? Болашақ президентіміз Дана Өтеғалиева студенттердің көмегімен осы сабақтан қосымша дайындық өткізіп тұрмақ. Дананың сайлау науқанындағы баспасөз мәслихаты жарты сағаттан соң кітапханада болады. Кешікпеңіз. Жарайды. Алмауым. 1 секунд. Иә, таптым. Аты жөні Асхат Дәулетов. Дәулетов, е? Қазір. Студент Дәулетов. Кампустағы көршіңізбен араңыздағы түсініспеушілік бар екен. Өзіңізді басқару комитетінің жаңа президенті студенттердің жатақта қайта орналастыру комиссиясын құрмақшы. 30 минуттан кейін Дана Өтеғалиева сайлау алдындағы баспасөз мәслихаты өткізеді. Кешікпеңіз. Саған. Жүріңіздер қонақтар. Мінекей, ал мынау біздің дәмхана. Студенттер осында келіп кофе ішеді осы уақытында. Месье, кешіріңіз, бұл не? Бұл ма? Бұл шамасы бізге еркелеп жүрген студенттердің біреуі ғой деймін, Кім істегенін біліп тұрмын. Бұл студентпен танысуға бола ма? Иә, болады. Макс. Жарайсың, досым. Алғысым шексіз. Тігі шағымның 1 сағаттық жұмысы ғой. Оны шаңсорғыш дегенім үшін кешір. Сонымен, қымбатты курстастар, әріптестер, қойшы жарайды, достар. Бүгінгі жиналғандарымыздың басты себебі студент президенттігіне үміткер болып отырған Дана Өтеғалиеваға әркім өз қалауы бойынша сұрақ қоюларыңа болады. Сонымен, Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Айнұр Әзімбаева, 4-ші курс әлем әдебиеті. Айтыңызшы, Дана, университетте оқудан тыс қандай шаралар ұйымдастырар едіңіз? Енді президент тек оқу туралы ойлай бермей, бір демалыс шағын қарастырады деген үміттенеміз. Ал сіз, естуімше, өте көп оқиды екенсіз. Меніңше, студент үшін көп оқығаннан пайда болмаса зияны жоқ. Біреуге көп оқитын болып көрінетін шығармын, оған да келісем. Өзім үшін бұл мәселені шешіп қойғам. Бүкіл университеттің де мәселесін шеше алам. Оған қоса, ойын сауық шараларын ұйымдастыратын 2 орынбасарым болады. Олар Макс пен Алина. Айдар Мағзымов, 3-ші курс, робот техника. Студенттер бірлестігі мен халықаралық байланыс туралы не айта аласыз? Өзіңіз естуімше шетелде болмапсыз. Сонда шетелдік оқу орындарымен қалай жұмыс істейсіз? Иә, әзірге шетелде бола қойған жоқпын. кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бірақ сол шетелдіктерге өз туған елін көрсете алатын Данадан артық ешкім жоқ. Ал студенттер үкіметінің сыртқы байланысқа жауап беретін адам әрине шетелде көп болған жөн. Мысалы, бұл мен. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Тыңдап тұрмын сізді. Камила Султанова, мемлекеттік басқару 1-ші курс. Жақында ғана болған емтихан тесттері ұрлау оқиғасына сіздің де қатысыңыз бар деген дерек бар. Сізді тіпті оқудан шығара жаздаған. Бұған не дейсіз? Қыстырылмайтын жері жоқ. Дана, өзің жауап бере аласың ба? Өзім жауап берейін. Камила, сұрағыңызға рахмет. Оқасы жоқ. Иә, ондай оқиғаның болғаны рас. Бірақ оған менің емес, сіздердің сайлау алды штабыңыздың қатысы бар.
Сондықтан, осы сұраққа керісінше өзіңіз жауап бергеніңіз дұрыс болар. Керемет! Қошемет, қошемет! Дана Өтеғалиева, қошемет! Сен бара бер. Я. Айтыңызшы. Айтқаныңыздың бәрін жүзеге асырасыз ба? Бар күшімді салам. Мен сізге дауыс берем. Рахмет. Ал тағы да бір сұрақ қоюға бола ма? Әрине. Сіз сайлаушыларыңызбен киноға барасыз ба? Қазір емес, үміткердің оған уақыты жоқ. Кешіріңіз, сізбен суретке түсуге бола ма? Айтсаң болды. Қане? Ірімшік. Керемет. Рахмет. Сізге көмекші қажет емес пе? Әрине, бізге қашанда көмекші қажет. Негізі, өзіміздің де шамамыз жетеді. Болашақ президентке көмектескім келеді. Ал содан кейін президент мүмкін менімен бірге дәмханаға баратын шығар, а? Кешіріңіз, бара алмайым. Неге? Жігітіңіз бар ма не? Иә, жігітім бар. Шын ба? Қалшың ба? Иә, қасымда тұрған осы. Менің жігіті. Жолың болды, достым. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Шын айттың ба? Сабаңа түс ақылгөй. 1 сағат жігіті бола тұрасың. Шынымды айтсам, Камила сұрағын қойған кезде қалтырап қалдым. Айтыңдаршы, сөйтуге бола ма екен? Бір бөлмеде бірге тұрады. Ол біздің бәсекелесіміз, хақысы бар. Жоқ, сонда қай бетімен мұнда келмекші? Бәріңе сәлем. О, міне Макс та келіп қалды. Болды, дастарханға отырамыз. Данажан, мынау саған. Баспасөз мәслихаттың сәтті өтуімен құттықтаймын. Рахмет, бірақ біз оны атап отырған жоқпыз. Қой, онда не? 1, 2. Туған күніңменен құттықтаймыз сені. Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз Максты. Жігіттер, қыздар, шынымды айтсам, туған күн мұған күн дегенді аса жақтыра бермеймін. Ей, сен атап өтпей-ақ қой. Біз өзіміз тойлаймыз. Айтпақшы, қайдан біліп қойдыңдар? Түсімізде аян берді. Қане отыр, туған күн иесі. Туған күніңмен. Сыйлығымыз да бар. Қойыңдаршы. Жарайды, рахмет. Ашсаңшы, өзім таңдадым. Әй. Белла. Италияны үнемі еске ала бересің. Төсегіңнің тұсына іліп қой. Рахмет саған көп-көп. Тағы мынау есінде. 10 жасқа келгенде темір жол алып берсе ғой деп ойлағам. Қатты армандадым. Әкем болса, кітап сыйламасы бар ма? Ызадан жарылып кете жаздадым. Ал сендер болса неге туған күнді тойламайды дейсіңдер? Иә. Менің кішкентай кезімде хоккей ойнағым келетін. Доп-таяқ сұрай беретінмін. Ал апам еркек шора болып кетеме деп қорықса керек. Жүрдім сол 3 жыл бойы көз жасымды көл қылып, балет студиясына барып. Көру керек сол күйінді. Қойш, жақтырмайым соны. Бізде Оралда отбасымызбен қарапайым ғана атап өтеміз. Жеңгем, әпкем келеді, ән айтамыз. Олар Оралда әлі күнге дейін ән айтады. Бізге де бір ән айтып берші. Қойш, тіпті ән айта алмайым. Мен де билей алмаймын. Егер сен өтінер болсаң, мен тіпті балет киімін алып, билеп берішем. Өзіміз ғана ғой. Қойш, ұялам. Құрбым-ау, несіне ұяласың? Кешікпей президент боласың, ал оларға ұялуға болмайды. Қане? Жарайды. Көзімнің қарасы, көңлімнің санасы, бітпейді іштегі
Ғашықтың жарасы бітпейді іштегі, ғашықтың жарасы. Керемет! Ғажап, күшті.